кетті. Кетті. Әлеуметтік желіде тараған видеодағы мектеп Кентау қаласында орналасқан. Білім ошағының шатыры осыдан небәрі 2 жыл бұрын ғана жаңартылған екен. Енді қайта жөндеу керек. Бұл долы дауылға төтеп бере алмаған қаладағы жалғыз нысан емес. Жақында ғана пайдалануға берілген балабақша. Жаңартылғанына 4 ай ғана болған көп қабатты үйлері бар. Тұрғындар болса осындай жағдайдың боларын біз ескерттік деп отыр. Өйткені құрылыс жұмыстары сапасыз жүргізілгенін көзіміз көрді дейді. Біз шатырымызды ауыстырған мердігердің жұмысына көңіліміз толмады. Тиісінше, осынымызды айтып бірнеше құзырлы органдарға арыздандық. Міне, жұмыстардың нәтижесін көріп отырсыздар. Бір қатты дауыл соғып еді, шатырсыз қалдық. Желді не үшін айтамыз оған? Желді ұшқан жоқ қой. Ана тендерден берілетін ақшаны екі қолдап ауызға тығып жатыр да, содан ұшады ол ақша. Оны саусақпен жеу керек та. 23 наурыздан басталған дауыл Кентауда жалпы 8 білім ордасы, 2 мәдениет ошағы, 3 тұрғын үйге айтарлықтай зақым келтіріпті. Зардап шеккен шатырлардың көлемі және де ауқымы есептелуде. Қалпына келтіру жұмыстары бойынша қазіргі таңда ол былтыр жөнделген көпқабатты тұрғын үйлердің шатырлары, қазіргі таңда сол көпқабатты тұрғын үйлердің шатырларын жөнделген мердігерлер шақыртып, олар өздері нысан басында жүр. Қазір жұмыстар қайта қалпына келтіру жұмыстары жақын арада басталу қажет. Қазір Кентауда табиғаттың тосын мінезінен келген шығын көлемі анықталып жатыр. Нұрлан Пайызов, Нұрлан Бексаитов, Нарын Ньюс.